Қыркүйектің 4-ші жұлдызында Алматы қаласында балалар мен жасөспірімдер футболын дамыту үшін қолға алынған Жас Қыран лигасының 2-ші айналымы өтті. Алып шаһардағы бәсекелер Спартак, Нархоз, Қайрат футбол клубының академиясы, Жастар футбол мектебі және Авиатор секілді 5 бірдей стадионда өз жалғасын тауып, бұл кезеңде де артқа тастады. Аталған кешендерде алдағы күндері аптаның әр жексенбісінде таңғы сағат 9-да лиганың кезекті турлары өтіп тұратындығын айта кеткен жөн. Естеріңізге сала кетейік, чемпионатта бақ сынаған командалардың саны 10. Олар турнирде 7 жас мөлшері бойынша сынға түсіп, өзара кім мықтыны анықтамақ. 2001-ден 2007 жылға дейінгі жасөспірімдер 2-ші айналымның алғашқы турында керемет нәтижелер тіркеп, бір-бірінің қақпасын жиі мазалаумен болды. Қорытындысында Жастар футбол мектебінің аяқтаушылары Алатау ұжымын 3-0 есебімен тізе бүктірсе, Водник Алматы кәсіби футбол клубын 7-1 көрсеткішімен тасталқанын шығарды. Ал Еңбек Арыстанмен күш сынасып 5-4 есебімен жеңсе, Қайрат 2 құрамасы Қайрат 1-ден 5-0 есебімен басым түсті. Сондай-ақ олимпиада резервке арналған балалар мен жасөспірімдер мектебінің тәлімгерлері Спутникке 3 бірдей жауапсыз гол соғып, 3 ұпайды қанжығаларына байлады. Жас Қыран Қазақстан балалар мен жасөспірімдер футбол лигасы осы жылдың 13-ші наурыз күні өз бастауын алған болатын. Қазіргі таңда аталған турнир еліміздің 8 аймағында өткізілуде. Облыс және қалалар арасындағы финалдық кездесулер келесі жылдың жазында республикалық көлемде ұйымдастырылмақ. Бұл жайында Жас Қыран балалар мен жасөспірімдер лигасының директоры Болат Исмағамбетов тоқтала кетті. Лига Жас Қыран осы қазір республика бойынша осы бізде бір жылдың арасында көп әкімдермен кездестік, региондардың управление спортларымен, енді қазір райондардан осы сентябрьден бастап жарыстар басталайын деп жатыр. Бұрынғы саммит үкіметімізде білесіз ғой, бір кожный мяч деген болды, районный командалар болды, қаланың командалары болды, сосын олар облысқа сборный облыс болып, сосын республикаға барып жүрді. Қазір енді Жас Қыран соны қайттан көтеріп жатыр деп айтам. Енді біздің Алматыда 5 жылдың арасында көп командалар ашылды, частный клубтар бар, дюшаның командалары бар. Сондай-ақ Болат Исмағамбетов бұл турнирдің еліміздегі балалар футболының дамуына қосар үлесі қаншалықты мол екендігін айта кетіп, Жас Қыранның алдағы жоспарларымен де бөлісті. Қазір лига Жас Қыран құдай қаласа енді жылы бірінші лигада ойнайды. Енді сол пирамида болса, ертең балдарына күтті жасынан бастаса, әр возрасттан көтеріле берсе, ертең дубльға барады, екінші командаға барады, екінші командадан бірінші лигаға барады. Сол бірінші лигадан уже премьер лига деген көбінесе, бірақ бізде енді массовый футбол дейміз ғой. Біздің арманымыз енді біздің балдар ертең далада жүрмей, компьютерда отырмай, осында далаға ауаға шығып футбол ойнап, қызықтырып, сондайында лига Жас Қыран уже енді республика жағынан бір жыл болды біздің ашылғанымызға, осы Қазақстан лига Алматының лигасына 5 жылдай болды. Одан бөлек ауылдағы жас жеткіншектерді үлкен футболға тартудың жолдары да қарастырылып жатқандығын жеткізді. Бізде өзіміздің вице-президент бар детский юношеского футбола, Берік Каниев деген, член исполкома Марат Абдылдабеков. Осы жігіттер спонсор болып жүр осы лигаға. Сосын көп әкімдермен кездесті, осындай идея бар деп. Әкімдер біз соған қатысамыз, бізде боламыз лигамен бірге. Енді ойлаймыз, осындай бәріміз бірге болып, бірге осындай проблеманы айтып көтерсек балдарды, мен ойымша балдар өте көп біздің Қазақстанда, талантты балдар көп. Солардың арасынан тым жақсы ертең құрама командасында ойнайтын жігіттер өсіреміз деп ойлаймын. Жас Қыран лигасы қазір барлық аймақтарда өз бастауын алып кетті. Қыркүйек және қазан айларында бұл төңіректегі сайыстардың алғашқы айналымы өтетіндігі де тілге тиек етілді. Артынша наурыз, сәуір, мамыр айларында тиісінше екінші кезеңі өз жалғасын таппақ. Ал шілденің басында 5 жас мөлшері бойынша финалда ойындар өтетіндігі жоспарланып отыр. Мұнда 14 облыстан үздік құрамалар мен тағы 2 қаланың атынан сынға түсетін ұжымдар келмекші.
Осындай турнир болған жақсы. Тағы да осындай турнирлар болса, біз өсеміз, дамимыз. Осы турнирде бірінші орынға тырысамыз. Келесі турнирде де Мұндағы алаңның өлшемі өзгерек. Жасөспірімдерге арнайы реттелген. Ұзындығы 90-нан 120 метрге дейін болса, ені 45-тен 90 аралығында болуы шарт. Яғни үлкен алаңды ортасынан қақ бөліп, екі жақта сайыс өткізу қолға алынған. Турнир соңында Велвет және Алматы ұжымдары жолдастық кездесу өткізіп, алғашқысының пайдасына есеп тіркелген болатын. Ойыннан соң Велвет клубының жаттықтырушы көмекшісі Бекмұхаев Ерлен командасының қарашада болатын турнирге басты назар аударатындығын жеткізді. Негізі осы Алматы қаласының жарысынан кейін біз халықаралық жарыстарға шығуға тырысамыз. Ол енді өзіміздің демеушілерімізден байланысты. Негізгі біздің жарыс қараша айында қайтадан Жасқыран футбол лигасы ойындастыратын жарыс болады. Соған дайындық жүргізудеміз. Жазда команда немен айналысты? Жазда енді біз сіздер естуіңіз бар шығар, Семей қаласында Қазақстан біріншілігі өтті Жасқыран арасында. Сол Жасқыран арасында бірінші орын алып, сол жаңадан алдында айтып өткен Жасқыран енді өткізетін қараша айлық халықаралық турнирге сол біз жолдама алдық. Алматы қаласында өту керек. Сосын кейін балаларды демалысқа жібердік. Өйткені баланың аты бала. Жазда демалып, сергіп жүру керек, сабаққа дайындалады. Және осының алдында енді Барселона лагері деген лагер болды. Соған қатыстық біз. Және ФШМ деген клубымызда Радилда Сариевтің атына ұйымдастырған турнирде дайындық ретінде оны өткіздік біз. Сөйтіп, өзіміз осы турнирға дайын деп санаймын. Негізі қазір халықаралық деңгейге қарасақ, 12-13 жастағы балалар үлкен ересек адамдар сияқты жаттығу жасайды. Бұл енді 12-13 деген жалпы жас қой. Қазіргі таңда жаңа методикамен жаңа жаттығулар беріп, ол әртүрлі физикалық дайындықтарын жетілдіріп жатырмыз. Және ең бастысы техника. Елімізде балалар мен жасөспірімдер футболы өте кенжелеп қалған жайы бар. Осыны ескерген Қазақстан футбол федерациясы аймақтық және облыс әкімдіктерімен байланыс орнатып, осы бағытты дамытуды қолға алған болатын. Жасқыран лигасының еліміздегі балалар футболын дамыта түсетіндігі айқын. Тек бәсекелестікті қыздыра түскен абзал. Барлығын уақыт көрсетер, әзірше тек әліптің артын баққанымыз абзал. Бізден де абыройымызды асқақтататын теңбіл доп шеберлерінің шығары анық.